Бүгін бәріміз бала кезде естіген бір қызық сөз туралы сөйлесеміз. Үйде үлкендер табалдырықта тұрма, немесе табалдырыққа отырма деп ұрсқан кез болды ма? Көп адам бұл сөздің себебін білмейді. Кейбірі жай ырым дейді, кейбірі үлкендердің бекер қорқытқаны деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде бұл сөздің астарында қызық мән болуы мүмкін. Соңына дейін көріңіз. Себебі соңында көп адам біле бермейтін бір қызық әңгіме айтамын. Ең алдымен қазақ халқында табалдырық ерекше орын саналған. Неге? Себебі табалдырық үйдің кіретін жері, яғни сыртқы әлем мен үйдің арасы. Бұрын қазақтар үйді өте қасиетті санаған, үйге кірген адамға құрметпен қараған. Сондықтан табалдырыққа тұру жолды бөгеу сияқты қабылданған. Үлкендер табалдырықта баспа немесе тұрма деу мүмкін. Бұл тәрбиеде болған. Мысалы, қонақ кіріп келе жатса, есік аузында тұрып алу дұрыс саналмаған. Өйткені ол әдепсіздік болып көрінген. Бірақ халық арасында бұған қатысты басқа әңгімелер де бар. Кей адамдар табалдырықта көп тұрсаң, үйдің берекесі кетеді деген сөзді естіген. Әрине, бұған әркім әртүрлі қарайды. Бірақ қызығы, мұндай түсінік тек қазақтарда емес. Кей елдерде де үйдің кіреберіс жеріне ерекше мән берген. Ал енді бір қызық әңгімені айтып берейін. Бір келіншек әлеуметтік желіде былай деп жазыпты. Үйіне қонақтар жиі келетін көрінеді. Бірақ баласы үнемі есік алдында тұрып алатын әдет шығарыпты. Әжесі оған қайта-қайта «Қарағым, табалдырықта тұрма» дейді екен. Бір күні бала неге деп сұрапты. Сонда әжесі «Үйге кірген адамға жол беру керек. Үйдің берекесі тәртіптен басталады» деп жауап берген екен. Кейін өскенде сол сөздің мағынасын түсінгенін айтыпты. Байқасаңыз, қазақтың көп тыйымының астарында қорқыныш емес, тәртіп пен тәрбие жатыр. Үлкендердің сөзінде өмір тәжірибесі болған шығар. Ал сіздің үйде қандай тыйым жиі айтылатын? Табалдырыққа қатысты қандай сөз естідіңіз? Пікірге жаза кетіңіз.